Сондай шүкіршіл үйінде бірдеңе көрген қызды ал деп жатыр ғой пайғамбардың өзі, көрдіңіздер ма? Сұлулығына бір айдан кейін уже көзі үйреніп кетеді, ол сұлу емес екенін білмей қаласың. Сұлуынан жылуы деп айтатын сол. Жылу бере ала ма, бере алмаймын, сол проблема осы жерде. Көрдіңіз ба? Ана ата көпті көрген, біліп отырмын бәрін. Дұрыс қой. Қараңыз. Демек, Құдайға берілгендеу даналығы бар, сені қарап түсінетін адам не істеу керек? Ондай қыздар бар. Ешбір қазақтың қызына біз мін тағайын деп жатқан жоқпыз. Әркімнің өзінің қызы өзіне алтын қылып өсіріп жатыр. Бірақ енді пенде болғаннан кейін кейбіреулері алтын қылып өсіре алмай қалады да. Өмір бақи жұмыс істеп қызын қалай езіп кеткен білмей қалады. Я тәрбие бермеген, сосын ұясында көрмеген көз ұшқанда не істей алмайды, іле алмайды. Мейлі әдемі шығар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қоқыста өскен раушан гүлге құмар болма деді. Көрдіңіз ба? Әп-әдемі сұлу қыз, дым көрмеген көргенсіз арсыздық нелері бар, ондайға құмар болма деді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Мінекей өзі де сондай әйелді алды, Хадиша анамыз қандай керемет. Не дейді? Жаңағы нелерде келеді ғой. Кемел әйел деген атқа ие болған екен. Сондай кемелдігі несімен оның? Ақылымен кемел. Кеше айттық қой, қандай анау Нұр тауының шыңына дейін күніне 2 мезгіл тамақтасу деген не деген әйел ол. Талай апаларды ұялтып жатыр оның іс-әрекеті. Күйеуіме енді индырай бермен емес, бұлай апарып беремін тамақты деп жатыр талай апалар. Бұған дейін индырай бермен салып жүредім күйеуіме деп. Өзім апарам енді. Құрт кетсін дүние деп, күйеуім аман болсын деп жатыр. Көрдіңіздер ме? Атам әлі жас. Әлі не қылам деп тұр, құда қаласың. Жоқ, әлі мүмкіндік бар деп жатыр деп ойлаймын ғой. Сіздер жаман өліп кете береді.